Сапоги специально. Шаг курсет просто. А етик, ага. Mana. Ага. Ерлан, вот он. А болды рахмет інім. Біз етік туралы айтатынбыз. Ташкентте тігіледі арнайы. Етіктің ішінде тобыққа оралады. Тобықтан кейін ішіне ұнау тізеге, ұнау нердегі ақсүйекке қатты салмақ түспес үшін, ауыртпашылық тимес үшін, оның ішінен қалың немен қапталған киізбен қапталып, оның ішінде мата қандай жүн сияқты неден салып қалың не ішінде киіледі, осының ішіне арнайы аяққа. Не ол дұрыс. Бөрік туралы. Бұл бөрік, бұл енді көкпардың бөрігі, басқа бөріктердің ерекшелігі мынау құлағын бет жауып тұрады. Мынау шабандоздардың құлағы арнайы жабылып тұрсын, құлақ анау аттар көкпар ішінде қамшымен яған кезде қамшы құлаққа тимесін, неге тимесін специально жауып тұрады. Бөріктің бұл жақсы қасиеті сондай. Көкпардікі осындай бауымен ерекше бөлекше тігіледі осылай арнайы. Жылқының несін, аяғын неге байлады, не деп аталады ол? Защитка ол. Защиткасы ол, мынау жаңа бағана айтып кеттім ғой, басында мынау аяқта ақсүйекте мынау жұқа болады ғой жерде. Футболда да футболистті защитник қояды ғой. Сол сияқты бұл атқа да қазір заманда қойылып жатыр. Бұрынғы заманда жоқ еді. Қазір осы бертін келе төмен жақтан ауып бізге де келіп жатыр. Мынау тұяқтың үстін аттардың тұяғы тиіп, анау ауыртпасын деп, жарасамасын деп аттың аяғына арнайы защиткілер осындай. Астыңғы защитка кожа болады, тұяқты қаптап тұрады. Үстіңгісі матадан болады. Ақсүйекті қаптап тұрады. Ол жаңағы аттың аяғын көкпарда жаңағы тағасы бар аттар болса, жаңағы неде лайда неде содан қорғайды. Сол үшін. Сколько будет рассказать? Тобылха, это кустарный, этот. Бұл тобылғы деген тауда тек қана тауда өсетін ағаш, қатты ағаш құншымшы қасынбайды. Қазір ерте бастан осыны қамшы сабына пайдаланып, және де басқа да заттарға пайдаланған өте өзіңді құншымшы қасынбай жарылмайды. Сондықтан ата-бабамыз осыдан қамшы сап істеген. Бұл мынаның барлығы ойылған, оның барлығы қайыстан таза кожа, қайыстан жасалған. Мынау енді қазіргі кезде көп мүмкіндіктер пайдаланып ортасына жаңа кішкене құрыс салып жатыр, басқа да немен түрлі ұсталар қазір көбейіп жатыр ғой. Бүгінгі күн талабына сай жақсы қамшылар жасап жатыр. Бүгін Тропаев папа ағамыз көкпар беріп, Алихан немересіне қалайып деп жатыр. Ой башына сөз береміз. Құрметті жабағаттар, біздің бүгін ініміз папа деген жігіт немересіне көкпар беріп жатыр. Көкпар аман есен өтсін, ат жығылмасын, бала құламасын. Немере баламыз үлкен жігіт болсын, үлкен орындардан көрсін, өсіп өнсін, артына тағы бала келе берсін. Той аман есен тақай берсін. Кетті, 20 мың теңге
елге біз де барамыз. Бізде дүркіретіп көкпар шабамыз. Сондықтан қонақтарға сәл жәрдем беріңдер ағайындар. Келтірдің Шанияраға, келтірдің. Ұстасты қадап қой сол жерге. Көтереді қазір палуанын. Көкпар жеңіл, тұзақ, таға дегенге қараңдар. Байланып үстінен тасталып жүрмесін. Айда палуан. Ағайындар, жас палуанға жәрдем беріңдер. Аттың бағын байламаңдар шылауын ұстап. Палуанда ес болғанмен атта ес болмайды. Сондықтан сәл абайлаңдар. Көкпар көтерілді. Тойхананың палуаны Ақылбай палуанның тағымында. Туралабайда палуан. Салдар құтты болсын білді палуан. Соқ салдар мінекей. Салдар Дәулен ағамыздың 15 миллионға алған жаңа ат екен. Салдар құтты болсын Дәулен ағай. Мінекей, аттың аты қандай еді? Барыс деген 15 миллиондық атпенен салып салды. Таста, көкпар жерде, жина палуандар, 20 мың теңге, ойнап күліп шаулаңдар. 25 мың теңге палуанға, 25 мың теңге ат егесіне. Келдің, Өміртай палуан, келдіңдер енді. Өміртай палуан, келдіңдер. Көкпар көтерілді, бәрекелді, көкпар көтерілді. Көкпар палуан көтерді. Өмірекей, Керімайдауын қарашы, астындағы Қосағаштағы Ануар ағамыздың снайпер ретінде аталасы. Қателеспесе керек. Кеттің, көкпар баса, ең болса да тап деген. Сәлсен тазы қызықтырып қойыңдар. Бүгінгі күтіп қандай тамаша боқтыр. 20 мың теңге салым. Ойнап көріп шалуандар, палуандар. Қонақтарға жәрдем беріңдер, жіктер. Тойхана. Құлақ сыйлаған халықпыз. Ертең ол елге бізде барамыз. Бізде дүркіретіп көкпар шабамыз. Сондықтан қонақтарға сәл жәрдем беріңдер ағайындар. Келтірдің Шанияраға, келтірдің. Ұстас тұр, қадап қой сол жерге. Көтереді қазір палуаны. Көкпар жеңіл, тұзақ, таға дегенге қараңдар. Байланып үстінен тасталып жүрмесін. Көкпар көтерілді. Бегі, көтер. Кең айландар, кең айландар. Айда енді. Айда палуан. Айда палуан. Ағайындар, жас палуанға жәрдем беріңдер. Аттың бағын байламаңдар шылауын алыстап. Палуанда ес болғанмен атта ес болмайды. Сондықтан сәл абайлаңдар. Көкпар көтерілді. Тойхананың палуаны Ақылбай палуанның тағымында. Туралабайда палуан. Nasıl
Тоқтыңыздар палуандар. Елдің сабыржан. Үстіндесің палуан. Есімхан палуан кердінің үстінде. Ибрагей, Ардамир палуан. Рысқұлбек палуан. Туралап салатты. Құрметті қонақтар, мына алыстан келген сыйлы қонақтар болса, келіп шақырсаңыздар, тілек айтыңыздар. Тілек деген ақпата деген көп тілек береді. Көкпар көтерілді дейміз. Көкпарды Ермұсаев Жанбатыр палуан басында. Бегемол палуан. Қаншалы шәкірттердің тәрбиелеп жүрген Қазақстан көкпардан. Әбеке, келесі аттан келген аттан деген көңілі келіп отыр. Брауыз тілек айтыңыз. Рахмет көке, мінекей, мына шағандар иықтарыңыздан болсын. Рахмет, сізде осындай көңілді той беріңіздер. Рахмет, микрофонуан. Атқылады дейді. Атқылады, тоқта. Ерліған қара. Көтерілген есеп емес. Жігіттер, сендер үшін салым шығар. Біз үшін адам керек. Тоқта. Ерліған сенің жамауына қарай. Ерліған сенің жамауың. Болды, шамам өттіктер. Шамам өттір. Көкпар көтеріліп кетті. Аудар спорттан әлем чемпионы Сырым палуаны тағылымда кетті. Бұл палуаннан тартып сынап көрсетер болады тағылда. Сандыбай Дәурен аға, келіңіз. Шардаққа бірауыз тілек айтыңыз.